балалар, отырыңдар. Бүгінгі дүниетану сабағында сендерді көріп тұрғаныма өте қуаныштымын. Көңіл күйіңіз қалай балалар? Тамаша! Қош келдіңіздер бүгін сабағымызға. Бүгін тақырыбымыз Тоқтар Әубәкір қазақтың тұңғыш ғарышкері. Біз тек бүгінгі дүниетану сабағында емес, тұңғыш ғарышкеріміз жайлы қазақ тіл сабағында, әдебиет сабағында, жаратылыстану пәнінен бәрін танысып келе жатырмыз, иә? Сол білген білімімізді бүгін шыңдап нүктесін қоямыз. Сабағымыздың мақсаты Тоқтар Әубәкіровтің өмірбаянымен танысу. Оның елімізге сіңірген еңбегі жайлы білеміз. Ал сабақ бастамас бұрын бәріміз топқа бөліп аламыз сендерді. Ал геометриялық фигуралар арқылы бөлеміз. Бұл жерде дөңгелек шеңбер баса түсті, жұлдыз және шаршы. Ал бағандарын аламыз. Өздерінің қолдарындағы фигураға қарай бірінші топқа, набордыққа жұлдыздар отырады. Мына топқа күндер сары шеңберден заттарын алып жайғасыңдар. Ал мына жаққа ай міне балалар, жұлдыз мұнда есін заттарымызды алып жұлдыз тобына ай тобына шатырда келіп ал топқа бөлініп алып па? Сабағымызды бастамас бұрын балалар, айналамызға, табиғатқа, бір-бірімізге сәлем беріп, сабақты дайындық жасап алайық. Ерте тұрып күндермен, терезені ашамын, сәлем деймін күндермен, шаттық әнге басамын, айналама қарасам, сарғайттар қаншама, сан жетпейді санасам, сәлем деймін баршама. Рахмет, сәлемдеріңді қабыл алып. Ақын Олжас Сүлеймен ағамыз балалар, адамға табын жер енді поэмасында адам баласы неге жұлдыздарға ұмтылады деген ой тастайды. Ал сендердің ойларыңша адам баласы неге жұлдыздарға ұмтылады деген сұраққа қалай жауап беретіндер? Ал Әсел айта қойған. Жұлдыздарды олар біз сияқты тіршілік көзі және де тау, тастар, су, сол тіршілік көздері бар ма деп қызығып зерттегілері келеді. Қай жерде зерттеледі ғой? Жұлдыздарды зерттегілері. Жұлдыз қай жерде болса? Аспанда. Жақсы, мақұл. Кім айта қояды адам? Айта қойсың. Жұлдызға адамдар неге ұмтылады деген сұраққа, өйткені жұлдыз жарқырайды. Ол неге жарқырайды деп адамдар оны зерттегісі келеді. Айыл айта қойған не? Жер адамның бесігі дейміз, бірақ өмір бойы бесікте жатып жүре беруге болмайды ғой. Сондықтан адамдар аспандағы жұлдыздарға ұмтылуы керек деп ойлаймын. Рахмет, Зира айта қойған не? Адамға қолы жетімсіз нәрселердің бәрі ғажайып, әдемі, тамаша болып көрініп тұрады. Біздер де, мен де соған қызығып білгім келеді. Адам баласы сол үшін де жұлдыздарға ұмтылса керек. Ой, жақсы керемет. Ал тақпен, ал қане айта қойған өзінің ойында? Әр адам ғарышқа саяхат бақысы келеді, әр адам ғарышкер болғысы келеді. Ол үшін адам баласына не керек екен? шыдамдылық пен ақылдылық керек. Ғарыш туралы өте көп мәліметтер қажет. Яғни ғарышта өте көп мәлімет керек. Ол мәлімет біз қайдан аламыз балалар? Білімнен. Білімнен аламыз. Дұрыс айтасың бәрі. Енді сендер мына бетасымен таныс болыңдар.
Шын ба? Ғарышкерлер кеменің ішінде қалайша қалықтап ұшып жүреді? Жер бетіндегі барлық заттардың салмағы болса, ғарышта ешбір заттың салмағы болмайды. Сондықтан да қалықтап ұшып жүреді. Ғарышкерлер қандай бақытты жандар? Иә, осындай бақытқа ие болған алғашқы ғарышкер Юрий Гагарин. Ол 1961 жылы 12 сәуір күні Қазақ жеріндегі Байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышқа ұшқан. Қалықтап ұшып жүр, қандай кереметтен тамсанған шығар? Иә, көңілі бала. Қалықтап ұшып жүріп, қандай керемет біздің жеріміз деп тамсанған шығар, дұрыс па? Иә. Ғарышта ұшып жүрдің өзі қандай керемет, қандай ғажап. Бұл жерде біз кім туралы айтып отырды? Алғашқы ғарышкер. Юрий Алексеевич Гагарин деп айтып өтті. Юрий Алексеевич Гагарин кім болған? Кім айтып берді маған? Юрий Алексеевич Гагарин 1934 жылы дүниеге келіп, 1968 жылы дүниеден өткен. 1961 жылы 12 сәуірде Байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышқа ұшқан тұңғыш ғарышкер. Ол жерді айналып 1 сағат 48 минуттан кейін жерге қайтып оралды. Қазір көптеген оқу орындары қалалардағы көше алаңдары Гагарин есімімен аталады. Тамаша. Мәлімет түсінікті ме болды? Иә. Біз енді бүгінгі таңда айтпақшы. Осы ғарышқа ұшумен ешбір елді, ешбір жерді таңғалдыра алмайды екенбіз. Себебі қазір неше елдер дамыған елдерде осы салада көп жетістіктерге жетті. Соның қатарында біздің Қазақстан алғашқы орында екен. Біздің еліміз өзінің неше ғарышкермен танылады? 3 ғарышкермен танымал, иә? Олар кімдер білесіздер ме? Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбеков. Тамаша. Міне, Тоқтар Әбдіқадыров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбеков. Ал өзі айтып отырған кішкене кім екен бұл? Тоқтар Әбдіқадыров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбеков. Міне осы біздің 3 батыр ағаларымыз жайлы мына бір бейнетаспадан көптеген мәлімет алып, тыңдап, естеріңізге сақтап алыңдар. Байқоңыр адамзаттың ғарыш кеңістігін игерудегі көптеген бастамаларында бірінші болған тарихтағы ең атақты ғарыш алаңы. Оның іргетасы 1955 жылы Қызылорда облысы Қармақшы ауданының аумағында қаланған. Тұңғыш жердің жасанды серігі, қуатты ракета және адамзаттың алғашқы ғарышкері Қазақ жерінен Байқоңырдан ұшырылған болған. Күннің, айдың, шолпанның алғашқы жасанды серіктері мен ғарыш кемелері, орбиталық станциялар, метеорологиялық бақылаулар жүргізуге арналған жасанды жер серіктерін бірінші Байқоңырдан ұшырды. Қазіргі таңда Байқоңыр қаласы мен космодромы Байқоңыр жиынтығын құрайды. Екі ел арасындағы келісім бойынша Ресей елі Қазақстанның Байқоңырды 2050 жылға дейін жалғалған. Байқоңыр ғарыш алаңынан бірінші ұшқан алғашқы қазақ ғарышкерлері Талғат Мұсабаев және Тоқтар Әбдіқадыров еліміздің ғарыш саласындағы елеулі қайраткерлер. Ғарышқа самғаған біздің отандастарымыз Талғат Мұсабаев пен Тоқтар Әбдіқадыров аса күрделі техниканы басқаруда ерлік пен біліктілік үлгісін көрсетті. Алғашқы қазақ ғарышкері Тоқтар Әбдіқадыров ғарышқа 1991 жылы ұшты. Тоқтар Әбдіқадыров дыбыстан да жылдам жүйткейтін ұшағын дауылды күні алып толқындармен арпалысып тұрған кемеге қондыра білді. Көрсеткен ерлігі үшін оған Кеңес одағының батыр атағы берілді. Одан кейінгі ғарышкеріміз Талғат Мұсабаев ғарышта 3 рет болды. Ол 1994 жылы ғарыш кеңістігіне ұшқанда 126 тәулік болды. Ал 1998 жылы халықаралық экипаждың командирі болды. Сол кезде ғарышқа ұшу уақыты 207 тәулікке созылды. 2007 жылы 11 сәуірде Талғат Мұсабаевты Қазақстанның ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы ретінде сайлады. Міне балалар мәлімет. Есімізді сақтап па? Иә. Білдік па? Иә. Өте жақсы. Бүгінгі сабағымыздың балалардың бағалау шкаламыз не тақырда ілімді тұр. Осы тапсырмалар бойынша оқу, білу, қорыту алдарында тақшалап тұрып, соған өзіміз не аламыз? Алған білімімізді
болған соң бағалай бастаймыз. Ал енді алдымызға қараймыз. Сабағымызды бастамас бұрын тыңдайық, балалар, топтар. Ғарышкерлер мекені қазақ жері Байқоңыр. Қай жер саған жетеді? Ғажап жерім Байқоңыр. Айналады ол біз сенен, есіміңді білсе әлем. Ғарышқа ұшқан қазақтың тұңғышына бір сәлем деп қалды. Бүгінгі тақырыбымыз Тоқтар Әубәкіров жайлы тұңғыш қазақ ғарышкері. Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров өзінің жас кезіндегі алдына қойған мақсаты ұшқыш болу. Ата-анасынан жастайынан жетім қалған ол, апасының қолынан тәрбие алып, қолында тәрбиеленген. Тоқтар үшін өзі балалық шағын өткізген ауылын, мекенін көз жеткізіп көру арман болады. Сөйтіп, бала жігіт өсе келе, өзін сол мақсатынан, сол арманынан қайтпай, бос уақытын аэроклубқа барып, парашюттен секіріп әуестенеді екен. 1946 жылы 27 шілдеде Қарқаралы ауылында Қарағанды облысында дүниеге келген. Кеңес одағының батыры атанған, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы, техника ғылымының докторы және 1998 жылы профессор атағын алып, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің құрметті профессоры болған екен. Алдарында оқулықтарын ашыңдар, балалар. 111-ші ашып, тұңғыш қазақ ғарышкері мәтінін оқып танысайық. Әдіскерлерге тақырма 3 абзацтан бөліп алып, әр топ мәтінді дауыстап, бір-бірімізге түсінікті болатындай етіп, есте сақтап алатындай етіп, оқимыз. Ал бірінші топта жұлдыз бастайды жұмыс тобы. Оқудан. Әрдайым көкке Бастауымыз. Әрдайым көкке ұмтылған адам баласы ерте замандардан ақ ғарышқа ұшуды армандаған. Ақыл ойдың кемелден техниканың қуаты дамуын бұл арман орындауына жол ашып, 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеті тәуелсіздігі туралы Конституциялық заң қабылдады. Содан бері тәуелсіздік күні зор салтанатпен аталып өтіледі. 1991 жылы 2 қазанда Байқоңыр ғарыш айлағынан тұңғыш рет қазақ ғарышкері. Кейін ғарышкерлер қатарын Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетовтер толықтырды. Тоқтар Әубәкіров алдына қойған мақсатына жете алатын батырдың айқын үлгісі. Ол бала кезінен ұшқыш болуды армандаған. Атақты ұшқыштар Талғат Білгелденов пен Нұркен Абдыровты үлгі тұтқан. Тоқтар 18 жасында Қарағанды ұшқыштар үйірмесінде жаттықты. 1965 жылдың маусымында бірінші рет ұшақпен көкке көтерілді. Қатты қуанғаннан мен құстай самғап келем, мен қанатым бар деп айғайлаған еді. 1969 жылда Армавирдегі жоғары әскери авиация училищесін аяқтады. Содан 10 жыл өткенде Мәскеудегі авиация институтында оқып сынақшы ұшқыш дәрежесін алды. Тоқтар көптеген ұшқыштарды сынақшы жылдамдығы дыбыстан да жоғары ұшқыштарды да басқарды. Тоқтар әлемдегі ең үздік сынақшы ұшқыштардың одағында қосылды. Жаңа авиация техникаларын сынақты өткізу барысында көрсеткен ерлігі үшін 1988 жылы Тоқтар Әубәкіров Кеңес одағының батыры атағын берді. Жалғастырамыз 3-ші топ. Күн тобы. Бастай берді. Ол 1991 жылы Гагарин атындағы ғарышкерлер федерациясының орталықты жаттығуға
Республикамыздағы Қызылорда облысының аумағындағы байқоңыр ғарыш айлағы орналасқан. Адамзат алғаш рет ғарыш кемесіне осы жерде ғарышқа ұшқан. Жасанды жер серігінде осындай аяқталған ғарыш көтеріледі. Ғарыш илгері ел экономикасы үшін аса маңызды болып, Қазақстан әжемдері ғарыш Міне бала көрінер ма? Мәтін мен ғарышқа ата үшін ұшпадым дейді. Менің халқым ғарышқа барып келген ұлым бар деп мақтанса екен дедім. Не көрді ба? Осы сезім Тоқтар Әубәкіровті ғарыш кемесінде қозғалтып жігер береді. Ғарышкер болу оңай деп ойлайсың ба? Жоқ. Не үшін оңай емес ол? Не үшін қиын? Ғарышкер болу үшін ғарышкер болу үшін алдына қойған мақсатын орындау керек. Ол үшін білімден денсаулық болу керек. Иә, шақасын аға. Ғарышкер болу үшін қандай қасиет бар? Ғарышкер болу үшін ең бірінші алдына мақсат қою керек. Екінші, сол мақсатына жете білу керек. Ал мақсатқа жете білу үшін не істеу керек? Табандылықпен шыдамдылық, төзімділік керек. Ғарышкер болу үшін өзіне мақсат қоя білу керек. Ғарыш Тоқтар Әубәкіровтың өзінің балалық шағында қалай мақсатқа жетті? Өз аузынан тыңдайық. Не Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров туралы осындай оның балалық шағының өз аузынан туралы не істеген еді ол? Естіп отырсың бәрі. Не жасаған едің балалық шағында? Иә, тағы не істеген? Ешқандай да маған алтын берсе де бұл жолынан қайтпаймын. Сол мақсатына жеткен екен.
болса арманның адамды арманға апарар шыңның жол биік шыңға келер болса, Тоқтар Әубәкіровтің өміріндегі арманға жету шыңы бір жолы қайталап өтейік. 1969 жылы Тоқтар Әубәкіровтің өмірінде қандай жаңалық өзгеріс болды? Алмабердегі жоғары әскери отрядшы училищесін аяқтады. Тамаша, Ресейге барды, ол Алмабер қаласының училищені аяқтапты. Ал 1979 жыл ше? 1979 жыл. Және абасын қане? Не басы? Айтылмаймыз бұрын. Оқыдық қожаға бәріміз. Алдымызда тұр ғой. 1979 жылы өз қолынан зымыран жасап шығарды. Я, ал 1988 жылы атағын берді. қайтына кашына тыңдаймын. 1988 жылы Тоқтар Әубәкіровке Кеңес одағының батыры атағын берді. Батыр атағын алды. Ол не үшін алды батыр атағын, есіңде ме? Дыбыстан жоғары ұшақты кемеге қондырады. Дыбыстан жоғары ұшақты кемеден ұшырып қондырып не бар ол сынақшы ғой, ол сынақ жасап қайтып әкеліп сол кемеге қондырады. Сол ерлік үшін оған батыр атағы берді. Және білесің тағы да ол осы ерлік үшін Гиннестер кітабына енген бар. Қосымша мәліметінде. Яғни Тоқтар Әубәкіров Гиннестер кітабының мүшесі екен. Сынақшы, ұшқыш болған екен. Ал 1991 жылы Юрий Гагарин атындағы ғарышкерлерді дайындайтын орталықта жаттығулар өткізеді. Тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіровке ғарышқа ұшқан ерлігі үшін Қазақстан Республикасының халық қаһарманы ордені берілді. Енді айтылмады осы сөзбен түсінікті. Кітаптың оқып бермейді. 1991 жылы Юрий Гагарин атындағы әскери ғарышқа ұшқан ғарышкерлер кемесі ғарышқа ұшты. Қай күн еді ол? Яғни Тоқтар Әубәкіровтің арманға жеткен бір жылы енді сіздерге топқа тапсырма беремін. Бірінші топқа тапсырма балалар. Яғни мына жердегі жұлдыз тобымызға Тоқтар Әубәкіровтің өмір белестерін сызба түрінде бейнелеп беріңдер. Екінші күн тобына өзің болашақта кім болғың келеді? Арманға жетудің 5 қадамы сатысын құрастыру. Түсінікті ме? Ал үшінші тобымыз ай тобына қалай ойлайсыңдар? Адамдар не үшін ғарышты игереді деген тапсырмалар. Не тапсырмалар? Егер тапсырма ұмытылса, бір алдадыңдар. Ал жазамын.
Отырыңыз, жинақша. Sok koydunlar mı? Al bir onu da. Ay doğumuz, kim doğumuz? Bizim болашақта кім болғым келеді? Арманға жетудің 5 сатысын қарастыру. Aldık şu özümü armağanı айтқан, kim doğumuyor ki? Мен келешекте мұғалім болғым келеді. Ayazan, kızlar şöyle özüm toplarına, balıklarına. Bağlar, ne yapımdayım, sıkı bakalımıza. Мен келешекте дәрігер болғым келеді. Тамаша арманға екі айлық келешекте кім болғым келеді? Сізден топтарыңызда? Кім? Полиция қызметкері болғым келеді. Тамаша, қасиет сенші? Моделист болғым келеді. Ой, переме. Динара сен кім болғым келеді? Мен өскенде мұғалім болғым келеді. Мұғалім болғым. Алжан сен кім болғым келеді? Сен де мұғалім болғым келеді ме? Жарайсыздар, армандарға жетіңдер. Ал енді, арманға жетудің сол 5 қадамы сақсың. Переме. Арманға жетудің ең бірінші баспалдағы ол мақсат арманға жетудің Қандай қоғам? екінші баспалдақ төзімділік. Адам өз-өзіне төзімді болу керек. Үшінші баспалдағымыз өзіне деген сенімділігі, өзін мықты ұстап сенімділігі Сен. және де еңбекқор болу керек. Тата беруге болмайды. Еңбектеніп сол арманға жетеді. Ал соңғы 5-ші баспалдақ ол ұлы мақсат Яғни сен неге жеттің? сол арманға жетеді. Сол арманға жетеді. Алдына қойған мұрат мақсатқа жету үшін балалар ең алдын кесте керек екен. Мақсат қойып керек екен, иә? Сол мақсатты төзімділікпен, шыдамдылықпен, қанша қиындық келсе де шыдай білу керек екен. Дұрыс айтасыңдар. Және үшінші басымдағы не білесіңдер? Өз-өзіне сенімді болу керек дұрыс. Төртінші, еңбекқор болу керек. Түсінікті ма? Балалар тыңдадық па? Жарайсың, отыра балалар. Ал, жұлдыздар тобы. Бірінші тапсырмаларын оқыңдар және Біздің тапсырмамыз Тоқтар Әбдіқұровтың өмір белестерін сызба түрінде бейнелейді. 1965 жылы Тоқтар Әбдіқұров 1 маусымында бірінші рет ұшақпен көкке көтерілді. 1969 жылы Арма бір училищесін 4 жыл оқып бітірді. 1988 жылы Тоқтар Әбдіқұровке Кеңес одағының батыры атағын берді. 1991 жылы Юрий Гагарин атындағы ғарышкерлерді даярлайтын орталықта жаттығуларын өткізді. Тамаша. Дұрыс па балалар? Иә, мәліместі. Ал мына не мемлекеттерді сөз парақтарында? Бұл біздің мақсатқа жетудегі тау белестеріміз. Тау белестері тамаша. Яғни Тоқтар Әбдіқұровтың тау белесі бекшіміз нешінші жыл дедік? 1991 жылы өз арманына жетіп, халқына қызмет етіп жалғастырған. Тамаша, жақсы отырамын. Келесі кезге келе алайын кәмді? Біздің ай тобымыз. Сен орындарынан жауап берсіңдер, бұлар негізінде. Ғарышты игеру ел экономикасына пайдалы. Ғарышты игеру қалай ойлайсыңдар? Адамдар не үшін ғарышты игереді? Ғарышты игеру ел экономикасына пайдалы. Ғарышты игеру арқылы Қазақстан әлемдік ғарыш державаларының қатарына қосылды. Қалай ойлайсыңдар, адамдар не үшін ғарышты игереді? Ауа райын зерттеп, табиғи құбылыстардың алдын аламыз. Және де егін шаруашылығында жердің құнарлы емес екенін, сол сияқты жұмыстарды ғарыштағы спутниктер арқылы анықтап нәтижелерін береді. Түрлі электр жүйелері, телефон, жарық, ғаламтор, олар ғарыштағы спутник арқылы қосылады. Яғни біздің ғаламторымыз түрлі
теледидарымыз, радиомыз бағдарламаның барлығы сол Ғарыштағы спутниктер бізге тарайды екен. Дұрыс. Рахмет бауыр жұмыстарыңыз үшін. Енді мен сендерге және бір қосымша мәлімет айтып берейін. Балмон деп айтамыз біз ғарышқа алғашқы кім ұшқан дедік? Юрий Гагарин ұшқан дедік, иә? Ал сол Юрий Алексеевич Гагариннің алдында неше тәжірибелер жасалды. Ғарышқа басқа жануарларда ұшқан екен. Соның бірі ең алғашқы ұшқанымыз Лайка атты ит екен. Ол 1957 жылы, есімді сақтап аламыз, 57 жылдың 3 қарашасында Мәскеу уақытымен таңғы 6:30-да Кеңес одағының Спутник 2 атты ғарыш кемесіне аттанды ғарышқа. Бірақ бізге хабар айтылады, ол сәтті аяқталды деп, негізінде шындықта. Сол кездегі басылымдардың айтылды. Ал шынымен мәнде Лайка ұшырылған соң 5-6 сағаттан соң өліп қалған еді. Себебі кабинадағы температура біртіндеп көтерілді. Ақырында Лайканың денесі қызып өртеніп кетті. Мұндан кейін 1960 жылдың 20 тамызында Белка және Стрелка атты иттер ұшырылды. Оны білесіздер, иә? Белка және Стрелка. Бұл екеуі ғарышта жер бетіне аман-есен оралған ең алғашқы тіршілік иелері екен. Сөйтіп олар жер бетіне оралған соң аттары аңызға айналып, сапардан ешқандай жамандықсыз көрмей баяғыша өмір сүре бастапты. Көрдік па балалар? Сондықтан да көбінше біз иттерді Белка, Стрелка, Лайка айтып қояшы. Ал енді біліп алған сендер жақсы мәліметті? Яғни бірінші Лайка ұшқан екен, ол сәтсіз болған екен. Ал Белка мен Стрелка екен. Түсінікті болса, тағы да Байқоңырдан ұшты деп айтып жатырмыз, иә? Байқоңыр қай қала, қандай қала, қай жерде орналасқан білесіз? Иә, Қызылорда облысы. Дина айтыңызшы және? Байқоңыр ғарыш алаңы Қызылорда облысында орналасқан. Ғарышкерлер 1957 жылы салынды. Байқоңыр ғарышының қасында 1957 жылы салынды. Ғарыш айлағының қасында деп айтасыз ба? Не дейсіз? Ғарышының қасында қала мен ауыл орналасқан. Байқоңырдан алғашқы зымыран ғарышқа ұшқан. Байқоңыр Восход, Союз, Прогресс деп аталатын ғарыш кемелері ұшты. Ғарыш кемелері ұшыпты Байқоңыр қаласына. Яғни осы ғарыш айлақтан, ал ғарыш айлақ дегеніміз қалай түсінеміз? Ғарыш айлақ деген не ол? Ғарыш айлақ, ғарыш десе. Ғарыш кемелерімен, жасанды жерсектерімен, басқа да ғарыш аппараттарын ұшыруға арналған ғимараттар мен техникалық құралдар кешені. Иә, ғарыш айлағынан біз ғарышқа ұшатын, яғни сол айлақ бетінде сол аймақта жүрген. Оның төңірегінде не орналасқан дейді? Қала мен ауылда орналасқан. Қала, ауылда орналасқан екен. Ал бізде жаңағыдегі бейнесадан көріп тұр ғой, қазір сол Байқоңыр айлағы қай жерге? Ресейге неше жылға дейді? 2023 жылға, яғни 2033 жылға дейінге жалға берілген. Жалға берілген не ол? Уақытша берілген сөз, дұрыс айтасыздар. Уақытша берілген сөз. Енді бала үйге тапсырма бермес бұрын алдарында бағалау болсында бағалауында өздерін сабақ ұнады ма сендерге? Сабақтан не мәліметтер, қандай мәліметтер алды? Ғарыш айлағы және тағы Юрий Алексеевич Гагариннің енді табақ тақырыптарында бедерген болсаңдар, мына жерде өзіміз
яғни балалар ешқайсысын түсінбедім деген зымыран қызыл зымыранға ешкім қоймады ғой, бәрін түсініп тақырыпты? Иә. Себебі біз не қыламыз балалар бұдан? Көп мәліметті. Білдік. Басқа сабақтардан да әдебиетті бағамыз. Жаратылыстану. Қазақ тілі. Ал бағалауымызды қорытамыз. Немесе әділ бағалады өздері деп ойлайын. Дұрыс па? Иә. Әділ бағалар. Кәне? Санжар тұрсыншы маған? Рамазан, кәне сен бағалы қарашы. Жарайсың ба? Алдырма. Енді ақтарын жазып қойған. Қайдайсың өзің ақтарын жазып? Ақтарын жазып қойған. Бейбас әділ бағалаған деп ойлаймын, балалар. Иә? Себебі ол сабақта тек оқыды. Бір тапсырманы қатысты. Үйге тапсырманы алды. Алған кітаптар алды. Ғарышкерлерге тән қасиеттерді зерттеп жазып бересіңдер. Оқулықтағы 111-113 беттерді, 113 беттерді. Ғарышкерлерге қандай қасиеттер тән екен? Bir başka ne yapıyorsun sen? Ғарышкер болу үшін? Ғарышкер болу үшін оларға шыдамдылық, табандылық, күнізбар, жақсы денсаулық бересің. Ғарышкер болу үшін адам бірінші алдынан мақсат қоя білу керек. Кейін табандық, сол қиыншылықтарына төзе білу керек. Және де білімді, денсаулығың мықты болу керек. Сенімді болу керек, мықты, өзіне деген сенімді, өзімді болу керек. Кім айтады тағы да? Жақсы ғалеме? Алдына қойған мақсатына жете білу керек, сенімділік болу керек. Және оған не керек балдар? Мықты денсаулық керек. Осымен балалар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасын түсінікті ғой, иә? Иә.